бағымды ашып жіберді десем де болады, жаймен ашып жатыр да десем болады. Болды, сен қыз, болды, басқа мектепке көшіңдер дейді, қуып жіберді бізді. Документтерін қазір жинаңдар, болды, сендерді келесі рет осы жерде көрмейін дейді. Неге именно химия, биология? Одан бетер өзімді тыға берем, депрессияға тыға берем, жылаймын, тамақ та ішпедім. Менде қорқыныш қатты болды. Сен мынандай қызсың, неге сен ана жұрттың баласын қарашы, қанша алды, қандай оқуға түсті, грантқа түсті, сен мынау жүрсің. Мен мұнда оқуымды тастасам қалай қарай істеймін? Сен аспаннан жерге түс дейді ғой маған. Кәдімгі бөлек. Мен андай сол нәрсе маған қатты әсер етті ше, өйткені мен таңдауларымды бәрі өзім жасадым ше, өйткені. Мен мамаға қараймын да, мама қойыңызшы, бәрі сіз үшін, мен өзім де үшін деймін. Сондай болады. Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге ұлттық бірыңғай подкаст. Бүгін бізде алғашқы шығарылым. Бүгін бізде қонақта Мейір мырза. Мейір мырза менің класстасым, жатақханаласым десем де болады. Бірге бір мектепте оқығанбыз. Және де одан бөлек Мейір мырза 8 жыл халықаралық компанияда жұмыс жасаған, және де қазіргі таңда халықаралық ICV коуч. Бәке, рахмет, керемет таныстырдың. Мен өзім ойлап қалдым, қандай күшті тұлға деп сыртынан. Онда мен бүгінгі подкастымыздың негізгі қонағын таныстырып өтейін. Тараздың тумасы бұйрабас. Шашын қанша утюгпен жасаса да жаңбыр жауған кезде бұйраланып кете беретін. 11 классқа өткен кезде бір қызбен төбелесіп оқудан шығып кеткен, мектептен қуылып. Кеше ғана үлкен экранға жарық көрген, бәрі өз қолында фильмнің негізгі актрисасы Аделина Ералиева ортамызда. Рахмет. Қош келдіңіз. Рахмет, Мейірім ағай. Ал енді 10 класста мен ұбт-ға дайындалып жүрген кезде, сол кезде мен химиядан қатты қиналатынмын. Көп каналдар көретінмін, химиядан қарайтынмын, бірақ көбісі миыма қонбайтын, шынымен де. Сөйтіп бір кезде химия мектебі деген бір каналға кірдім. Сөйтсем, Бауыржан ағай отыр. Күшті түсіндіреді екен. Басынан қалай бастадым химияны, аяғына дейін до конца көріп тастадым. Солай химиямды жақсарттым деуге болады. Бауыржан ағай, рахмет сізге. Рахмет. Бұл нәрсені мен өзі бүгін съемкаға келген кезде естідім. Аделина мен ютубтағы сабақтарымды, курсқа қатыспаған, бірақ ютубтағы мен тегін сабақтарымды қарап, содан пайдасын алған екен. Мені қуаныштымын пайдасы тигеніне. Соның арқасында грантқа да түстіңіз, өзіңіз дайындалып. Былай қарасаңыз 2020 жылы мектеп бітірдіңіз, Тараз қаласында, сол жерде оқыдыңыз да. Енді қараңыз, карантин кезінде қиын болған жоқ па дайындық? Карантин уақытында бізде государственный мектеп болған жоқ. Бір мектебімде оқыдым өзім. Сол уақытта барлығы сабақты үйде оқып жатқан кезде мен өзім барып оқып жаттым. Бізде даже выпускной да болды. Біз даже вальсты биледік, ешкім билемеген вальсты. Привилегия. Да. Ол жағынан қиын болған жоқ. Өте оңай болды. Барып, келіп, қайтып жүрдік мектепке. Осы жерде мен бір сұрақ қояйын, енді біздің көрермендеріміздің бәрі Аделинаны актриса ретінде, жас актриса ретінде, біз негізінде Бауыржан мырза екеуміз арнайы кинотеатрға барып, киноны көріп, обедтің уақытында бардық. Зал кәдімгідей полупустой болып күшті көрдік, енді ана жатып көрдік, қалағаны на жақтан да, на ракустан да кино қатты ұнады. Біздің қазіргі жастарға, 11 класстың түлектеріне қатты қажетті фильмдердің бірі деп ойлаймын. Мотивационный, қазақи құндылықтармен берілген. Бірақ сізге сұрақ. Енді біздің білуімізше ол сіздің алғашқы фильміңіз, потому что бұрын біз сізді көрмедік. Жалпы алғашқы фильміңіз ба, жалпы қалай болды ол жақта ойнау түсу? Бұл фильм, менің алғашқы дебютым, еще главный рөлде алып шықтым. Негізі осы кино бағымды ашып жіберді десем де болады, жаймен ашып жатыр да десем болады. 40 жастағы әйелді ойнаймын. 40 жастағы әйелдің ішіндегі жан дүниесін маған осы көрермендерге жеткізу керек болды маған. Осы рөлді сомдауым өте қиынға соқты негізі. Бірақ енді көрермендерге ұнады деген сенімдемін, көңілдеріне шықты деген сенімдемін. Соны сау. Жалпы енді осы жерде бәріне қызық шығар, кастинг, сіздің негізі химия биология таңдап, сол мамандық бойынша оқыдыңыз. Бірақ әртістік неңіз жоқ. Қалай болды мектептен, қалай келдіңіз? Негізі мен өзім кішкентай кезімнен бастап өнер адамы етіммін. Өзім биге қатысатын, балетке де қатысқан. Мама кішкентай кезімде балетке салып жіберген. Сонымен балерина болады деп ойлағам. Аделина балерина деген атауым болған өзім. Супер. Күшті екен, и сонымен биге қатысып жүрдім. Сөйтіп енді денсаулығыма байланысты аяғымда искривление болды. Сонымен плоскостопия деді, сонымен қатыспасын деді. Сонымен
қалдырдым деді. Мама өлеңге жазды, әнге. Даусың бар екен ғой сен қызың деп. Тойға өлең айтып жүрдім, туысқандарым тойларын айтып жүрдім. Сөйтіп бір кезде сенен әнші шығады деп, әнші болам деп ойладым тағы. Сөйтіп өлең айтып жүрдім. Бір кезде жоқ, ол да болмады. Мамам айтты, өнерге түспейсің сен деді. Өнер жолы өте қиын қыз балаға деді. Және де кәдімгідей маман иесі болу керексің сен, кәдімгідей оқыған, тоқыған, диплом бар қыз болу керексің деп маған айтқан болатын. Потом жұрттың адамдары не дейді, туысқандарымыз не дейді деген сөздер кетті. Уже сол кезде мен психикам болды. Значит, мен жақсы қыз болу керекпін, мен дипломым болу керек, маманың үмітін ақтау керекпін деген сондай темалар кетті. Сонымен хорошо, өнер жолын таңдамаймын, мамамның айтқанын істеймін дедім ғой, былайша. Сөйтіп биология химияны таңдадым. Өзімнің немен, желанияммен емес, конечно, мамамның желаниясымен. Сөйтіп оқыдым, қиналдым, барынша енді қолға алдым сол биология химияны жақсылап оқиын, НТ-дан жақсы балл алам деп. Балл алдым енді. Грантқа да түстім, маманың үмітін ақтадым. Бәрі күшті болды, туысқандар мақтады. Күшті ондай молодец қыз болдым ғой, бір сөзбен айтқанда. Бірақ енді өзім лично бақытты болмадым деп айтсам болады. Өйткені қиналып жатырмын, ана химияны оқып жатырмын. Өмірім қызық емес болып кетті. Қиналып оқып жатырмын, өзіме ұнамайды, желаниясыз оқимын, өзімді прям тығып жатырмын, депрессияға кіремін, стресс боламын, жылаймын. И просто так осы 3-4 жылым өтіп кетті. Осы жылаумен, депрессиямен. Енді қызық моменттер болды әрине. Студенттік өмір қызық па негізі? Ондай моменттер көп болды. Бірақ енді өзім адасып кеттім десем де болады. Дұрыс емес жол таңдағанмын. Потом уже 3-4 курста байқадым, сездім. Аделина жоқ. Өмір ол сенің қолыңда. Сен өзің таңдау керексің. Неге жұрттың сөзі маңызды дедім да. Уже ойлана бастадым сол кезде, 3 курста болды. И съемкаларға қатыса бастадым. Модель болып жұмыс жасадым. Сосын уже байқай бастадым. Аделина, сен внешностің әдемі екен. Давай, түсейікші деп. Сөйтіп, инстаны да жүргізе бастадым. Суретке түстім. Адамдарға енді ұнады. Қызық болды. Сөйтіп, жаймен подписчик жиналды. Сонымен уже кетті. Аделина, неха кел деп ұсыныстар көбейіп кетті. Сөйтіп, кастингке әшейін қызықтым, білмеймін не үшін екен. Алматыға мен 3 айлық демалыста келем всегда. Кеп тұрам, потому что бұяқта не ғой, не дейді, саморазвитие көп. Алматыда прям жастар көп, развитие көп, и андай кішкене мечтана, арманына жетуге кішкене ойнар жолдар көп, мүмкіндік өте көп. Съемкада көп болғаннан кейін осында қалдым 3 ай бойы. Сөйтіп съемкада бір кезде жүрсем, массовкаға қатысып жүрдім мен. Маған бір кісі жазады, кастингке кел дейді. Хорошо, келем. И айтады, блин, Аделина, сенде талант бар екен ғой, неге қолданбасқа дейді. И вот осы жол кетті ары қарай, дамып кетті. Осы кином, негізі кастинг ол жеке әңгіме шығар, кастингті кейін айтып беремін. Былай қарапсам, киноны көрдік қой, біз киномен жаңа айтатын оқиға ұқсас сияқты көріп тұр ше маған. Шынымен де меніңше Аделина дәл уақытысында оянған сияқты көрінді да. Өйткені кинода да сондай ғой, кинода бірақ енді ол 40 жастан кейін барып, артқаға айтып, сөйтіп бар бұл дұрыс айтты да. Бұл жерде Аделина уақытында жаңағы өзінің жолын тапты десе де болады. Енді осы жерде андай бір сұрақ қойғым келіп тұр да. Енді оқуға түскеннен кейін ол самосвалға қиналсын, өйткені өзінің таңдауы болмады да. Бірақ енді дайындық кезінде сенде қиындықтар болған жоқ па? Химия биология, өйткені сенде іштей оны қалап тұрған жоқсың ғой сол моментте. Өйткені көп оқушыларда жаңа өзің айтқандай депрессияға түседі, сондай нәрселерге осы әсер ете ме деп ойлап жатырмын да өзім. Осы жерде бір сұрақпен толықтырып кетейінші. Неге именно химия биология? Өйткені биология маған жақын болды. Химия емес. Химия вообще жақын болған жоқ. Мүлдем түсінбедім. Қанша мектепте оқыдық қой, мұғалім күшті болды. Мұғалімге де байланысты ғой негізі пәннің қабылдауы. Мүлдем қабылдай алмадым пәнді. Миға қонымсыз болды. Сіздің сабағыңызды оқып, бірнеше хотя бы нәрселер түйдім. Бірақ больше маған биология жақын болды. Сол себепті осыны таңдадым. Ағылшын деген вообще, физмат деген вообще жақын емес маған. Сол себепті. Сол жаңағы нәрсе, дайындық кездегі қиындықтар болды ма? Болды. Өзің қалау болмады ғой. И в тот момент менде 10 класста ғой, переходной возраст тоже сол моментте болды. Жыладым, химияны түсінбегенде одан бетер өзімді тыға берем, депрессияға тыға берем, жылаймын, тамақ та ішпедім, вес те тастадым. Мама еще андай сабақ оқы,
тамақты өзім істеймін, үйді өзім жинаймын, сен главный сабақ оқы деді. Иә, мамам поддержкасы өте қатты күшті болды негізі. Осындай ата-аналар қатты құрметтеймін. Балаларына там вовремя поддержка бере алады. Иә, мама өте көп поддержка берді маған, шынымды айтсам. Бірақ енді мамандық бойынша қорықты да. Қыз балаға қиын өнер деген. Сол үшін ғой былай бақытымды бай асырып жүрді. Вот, биология оңай болды, дайындалдым. Бізде мектебімде, 125 мектебімде бізде апталық деген нәрсе болатын. Аптада не өтесің, соған тестпен жауап ретінде алатын. Всегда дайындататын сол уақытта. И мынандай болатын бізде айлық деген тоже апталық сияқты айлық. Иә, рейтинг. Барлық оқушылардың рейтингтары тұрады. Қанша алды? Типа енді сияқты да. И менікі кішкене аздау болатын. И мен соған қараймды, жылаймын, депрессияға тағы түсем ғой. Потому что барлығын көрем да, барлығында көп. И мен уже өзімді жеймін, неге мен олар сияқты емеспін, неге мен оқи алмай жатырмын, неге миыма кірмей жатыр деп. Мен сонда басқалардан қай жерім кем деген сияқты темалар кетті. Сөйтіп отырам, и уже өз-өзіме сөйлесем, Аделина, давай. Бәрі өз қолыңда реально. Талпынсаң жетесің деп. Сол кезде уже болды, депрессияның бәрін тастадым, өзімді жинадым, болды оқимын дедім. Андай қызықты қылып оқыдым. Через не хочу емес, өзімді қуантырып, Аделинанындай деп кәдімгідей андай қызықты қылып видеолар көріп, өзімді кәдімгідей мотивация қылып көтеріп сөйтіп оқыған болатынмын. Сол арқылы сол көмектесті деп айтсам болады. И мамам поддержкасы да көмектесті десем де болады. Ал енді туысқан деген сөздер енді кішкене батады сөздері. Сол арқылы да депрессияға ұшырадым. Жұрттың баласы дегеннің нәрсесіне де депрессияға ұшырайды екенсің, оказывается. Әйтеуір бір амалдап шықтым ғой депрессиядан. Супер, классно. Енді осы жерде химия биологияны таңдап жүрген кезде бізде былай қарайтын болсам негізі факт бар ше негізі. Мен өзім тоже Казгуда оқыдым, химия факультетінде оқыдым. И сол жерде бізде Казгудың несінде жалын деген не бар да, бірінші курстардың арасында жарыс болады, короче, өнер жарысы да. Ол жерде бишілер де болады, там әншілер де болады, тағы не бар? Өлең жарысы болады, өлең оқу бар. Сол жерде именно химфак бірінші орын алады ғой. Мен кейін ойландым ше, неге олай деп ше. Оказывается, жаңағы нәрсе ғой, ата-анасы ата-анасы таңдауға келген кезде олар өздеріңкін таңдатқызады да, олар ше. Мысалы, химия биология таңдайсың, медке барасың или там неге барасың, петке барасың деген сияқты, вот сондай болады да. Енді оларда көбісі негізі медке жетпей қалады балы, сөйтеді да, жаңағы химфакқа, там наукаға сол жаққа кетіп қалады ше негізі. Вот, и соны қараған кезде, наверное, олар жаңа 11 жасқа келген кезде, олардың жаңа наверное, сен сияқты мүмкін оның бір арманы бар болған шығар деймін да. Жаңа әнші болуға, биші болуға ше, реально сондай болды да. И мен сол нәрсені көзім жетсе, ондай нәрсе реально көп. Білмеймін, анау журфак, филология факультеті бірінші орын алу керек қой. Олар алмайды да. Именно химфак бірінші орын алады ше. Жалында всегда гран-при кәдімгі қатарынан алады. Менде де сондай болған. Мен студент медицинский университетте оқимын ғой. И бізде всегда 8 наурыз дегендер болады, мейрамдар болған кезде бізге, мен әншімін еще, өлең айтамын. Сол кезде өлең айтқызатын маған. Всегда өлең айтқызатын. Мен оқуды тастап сразу сояққа жүгіретім ғой. Өйткені сол жақын болмаған, иә. Жақын болғаннан кейін сразу сояққа жүгіріп кететім. И сол арқылы мен активистка болып кеттім да, и адамдар жақсы қарайтын болған, мұғалімдер жақсы қарайды. Мынау біздің әнші қызымыз ғой дейді да. Болды сондай. А если маған оқумен там мынандай сабақ болып жатыр, курсқа кел десе, оған бармаймын, сразу вокалға кіріп кетемін ғой, сразу таңдаймын соны. Все-таки өз жолыма кеттім ғой. Бәке, мен бір ойымды қосып кете салайын. Біздің де қызметкерлер бар ғой, 85-ке жоқ химия биология мектебінде. И біз үлкен командамен кездескен кезде қаншама адамдар бізде фортепианода ойнайды екен, ән айтады екен, би билейді екен. Жалпы, менің түсінгенім, химия биология таңдағандардың ішінде өнерлілер өте көп екен. Енді қалай олар химия биология таңдаған басқа сұрақ, бірақ өнерлілер шынымен көп екен. Білесіз ба, Аделя ханым, мен киноны көріп отқан кезде бір сөз қатты былай маған басыма тұрып қалды. Әттең-ай, өткенге оралған кезде барлығы басқаша болар еді деген. Тура сол сөзді сізге қойсам. Әттең-ай, өткенге оралсақ, сіздің болашағыңыз қандай болар еді деген. Мәссаған. Мен негізі шынымды айтсам, ештеңе өзгертпейтін едім десем болады. Өйткені осы менің қателескендерім, шалынғандарым бәрі маған наоборот күш берді. И
білмеймін, маған не ғой андай алдыға қарай ұмтылысымды жоғартты деп айтсам да болады. керісінше катализатор сияқты. Иә. Наоборот, андай ғой, мотивация ғой. Мынаны дұрыс емес деп қойдым, болды, онда келесі рет мен точно істеймін деймін да, сол арқылы мен не алдыға қарай ұмтыламын ғой. Сол себепті дым өзгертпейтін едім. Бірақ если прям өзгерт деп жатса, то тогда отбасыммен побольше не істейтін едім. Сіздерге совет, побольше уақыт өткізетін едім, шынымен де. Бауырлармен, жақындармен. Вот. Күшті. Негізі осыдан бір жаңа неге байланысты, енді кино тақырыбын айтып жатырмыз ғой. Енді киноның несін көрген кезде мен өзімде бір түйдім да, жаңағы өкінбейтіндей бір өмір сүру керек деген бір нені түсіндім ше, негізі сутін айтқысы келген. Білмеймін, олай емес те шығар, мүмкін мен өзім солай қабылдадым, әркім өзі солай қабылдайды. Бірақ осынан бір жыл бұрын дәл осы сұрақты мен негізі өз-өзіме қойғам ше. Мен ертең, допустим, енді Құдай сақтасын, өліп бара жатсам, неден өкінемін деп сұрақ қойдым да. Өмірінің соңғы секундтары ғой. Типа сол кезде мен не нәрсені өкінетінен деген сияқты не қылдым да, мен ойландым да, мен жаздым ше. Былай қарайтын болсаң, действительно ондай кезде адамда материальный нәрсе вообще болмайды деген ше. Арым қатынас, жаңа айтып отыр ғой, мен отбасымен көбірек қатынаста болатын едім деп жатыр. Вот сондай нәрсе көбірек болды менде ше. Бір 10 шақты не жаздым, соның примерно бір 8-і ма сол отношениеге қатысты болды ше. Көбірек уақыт бөлу, көбірек бірге болу деген сияқты нәрселер болды да. Вот. Менде де болды, мен ауырған кезде соны ойландым. Бір рет қатты ауырдым да, до такой степени қатты ауырдым. Бірақ диагноз қоймады маған. Бірақ ауруым күрделеніп бара жатты. Мен тамақ жұта алмай қалдым. Тамақ жұтпағаннан кейін қиын ғой, судың өзін жұта алмай қалдым да. Сол кезде ойландым, вдруг кетіп қаламын ғой деген сияқты келеді ғой. Сол кезде неге өкінемін дегенде маған мынандай нәрсе болды. Енді менде 12-ші бала болғаннан кейін отбасымда менде ол нәрсе қарым-қатынас жақсы да, бізде андай араласпасаң да араластырып болады да. Менде больше андай болды, нереализованные мечты дейді ғой. Арман болып қалып кеткен іс-әрекеттер, оказывается, мені қатты не істеді екен. Мен мысалға саяхаттаған жақсы көремін, бармаған елдер, немесе өзім бойымда ашпаған потенциалдар деген. То есть осы нәрсе де бар екен. То есть қарым-қатынас, екінші өзіңнің арман мақсаттарын орындалмаған. Дұрыс. Жаңағы сен әдемі айтшы, негізі артқа қайтқан кезде мен ештеңе өзгертпес едім, осы нормально, өйткені осы нәрсе маған катализатор ол өсуге деген нәрсе. Мен осыған толық келісемін ше, өйткені мынандай нәрсе де болуы мүмкін ше, негізі мен жалпы енді осы көрермендерге, оқушыларға айтқым келеді ше, сенің кез келген бір жолың ол соңындағы сенің табатын жолыңа апару мүмкін ше, негізгі ниетің ше. Мен айтар едім даже, сен мысалы медицинаға түсіп, 9 жыл оқып, бірақ соңында мұғалім болып кетсең де өкінбейсің. Ондай моменттер көп болды менде. Бізде медицинский университетте бізде 8 жыл оқыған бір тәте бар. Күшті келе жатады, үйленбеген, вообще күшті болып келе жатады да, и пах етіп тастап кетеді оқуын. Сөйтеді да, әшейін косметологқа тұра салады и все. Бірақ главное өзіне ұнайды да сол нәрсе. Тағы не айтайын деп едім, қалдым ғой. Вот осы момент андай ғой, мысалы жаңа кісінің жүріп өткен 8 жылы соған алып келді ше, зато ше. Ол жүрмесе ол жолды мүмкін таппау да мүмкін еді ше. То есть қазіргі қиындықтар, қазіргі болып жатқан ауыртпашылықтар сені бір үлкен нәрсеге дайындап жатыр да. Мысалға Әделі, сіздің жағдайыңызда 10-ші, 11-ші класс, одан кейін 1-ші, 2-ші, 3-ші курс қиналдыңыз. Бірақ маған сіздің бір күшті сөзіңіз айтты. Менің бағым ашылды, или менің бағым ашылып жатқан сияқты осы киномен деген нәрсе. Маған еще сіздің жүзіңізде бір күлкі пайда болып болады андай деген андай довольно болған бар, бақытты адамның. Сол үшін мен ойлаймын, көрермендерге айтылатын нәрсе, қандай нәрсе болмасын, сізде алда үлкен нәрсені күтіп тұрғанына сену керек деп. Негізі любой жол дұрыс. Былай кетсең де дұрыс, былай кетсең де дұрыс. Главное соны ары қарай алып кету керек та. Ол жақта қиындықтар болады, по-любому болады. Главное содан өтіп кету керек қой, сол кезде уже жақсы болып кетеді. Құдай өзі алдына күшті нәрселер қояды ғой. Супер. Мен бір сұрақ қояйыншы. Кинодан маған қатты таңғалдырғаны ол сізді алып қашып кетті ғой үйіне. Сол кезде сіз шешім қабылдап үйден қашып бара жатырсыз ғой. Сол кезде енді білмеймін, онда ол біздің дәстүрде бар деп айтады, бірақ солай көп апалар жатып алады, сөйтеді алып қалады. Сол кезде смело секіріп кеттіңіз. Сол нәрсе қалай болды өзіңізге? Даже актриса болсаңыз. Жоқ, мен оны негізі білдім ше, оны секіретін ше точно. Өйткені ода намерение сондай болды да, өзінің арманы бар. Конечно, оны ешкім тоқтатуы мүмкін емес болды ше, шынымен де. Өйткені жаңа кімді де, Тиман, Тимур, по-моему, Тиманды да жақсы көреді да, мысалы. Даже Тиманның өзін бүйтіп бұрып алды, короче ше, киноның барысында ше.
не істейсің мұғалім болып строитель болды. Иә, негізі блин съемочный кезде маған айтады аттап өтесің дейді. Оның сценарий оқып жатқанда да болды ол өтіп кетесің деп. Мен қорықтым, блин құдай сақтасын, жолмен жау қылмаса бұл актерлық не ғой ол деп ше. Сөйтіп сцена уақытында түсірілім кезінде аттайтын уақыт уже ападан уже кешірім сұраймын ғой. Апа, ол кісі де актриса, уже түсінеді да, ол смело аттай бер деп қойды. Қанша рет аттасаң да аттай бер деп қойды. Апа алдыңа кешірім сұрап қоямын, кешіріңізші, енді білесіз ғой деп түсіндіріп қоямын. Алладан да кешірім сұраймын, міне осындай жағдай деп. Сөйтсем енді аттаймын енді дұрыс па секіру керек сценарий бойынша сондай. Енді қатты қиналған жоқпын енді. Апа өзі рұқсатын беріп тұрғаннан кейін секірдім енді. Еще дубль болды, бірнеше рет секіре бересің. Уже кейін мен алқаш кетсе уже болды ондай. Үйреніп алдым ғой, бірнеше дубль болды. Смело ұшып кете бересің да. Осы жерден соның жалғасы ретінде айтайын, енді өмірде өзі қаламаған адамы алып қашып кетсе, аттауға кеңес берер едіңіз? Негізі сүйгеніне қосылу керек қой. А то бақытсыз боласың. Бағана кинодағы да тоже сол нәрсені көрсеттік біз. Сүймеген адаммен бақытсыз боласың да, ал сүйген адаммен кәдімгідей бақытты, күшті ғұмыр кешесің. Егер мені сүймеген адам, танымайтын бір кісі алып қашып кетсе, мамам айтады, например, үйреніп кетесің құрсын, әлі-ақ бақытты болып кетесің, қазір енді үйренісіп жатсыңдар ғой деп айтса, жоқ мама, мен аттап кетем, либо кет қалам мен. Мен өз бақытымды өзім ғашық адамыма сыйлаймын да, арнаймын сол кісіге. Вот. Сол үшін аттап кететін едім, ғашық адам болмаса. Супер. Сіздерге де сондай екен. Қазір ондай жоқ қой негізі. Алып қашу деген. Ойлайсыз ба? Оңтүстікте кішкене бар енді. Мен алып қашып кеткенде. Да? Ну сіздер кезде. Бірақ келісіммен ол мен жақсы көрдім. Иә. Келісіммен болады, иә. Келімсіз, конечно, ол уже болмайды. Так. Келесі сұрақ деп па. Так, жаңа неге оралайықшы. Жаңа басында таныстырдық қой, сол жер қызық болып отыр маған негізі. 10-шы класста төбелесіп қалдық дедің ғой. Сол жерді айтып беріңіз, маған да қызық болып отыр. Былай қарасаң, ойламайсың, бір төбелеседі. Еще былай айтты ғой, шашын жұлған деп. Елестетіп жатырмын да, қалай ол шашын жұлып жатыр деп. Көз алдымызда бір сүп-сүйкімді, нәп-нәзік әдемі қыз отыр. Ой, негізі шынымен де конфликтке жоқ адаммын. Мүлдем төбелеспеймін, ешкіммен ұрыспаймын. Ұрыссам деп қоямын. Андай сөзге кеп қалсақ, ақылмен шешіп, сөзбен шешіп тастайтын қызбын негізі. Именно айттым ғой бағана, подростковый возраст сол кез болып қалды, андай ентіға дайындалу, миым ашу и андай сол моментте басталды менде период. Андай мамамен ұрысып қалу, сондай моменттер көп жиі болды. Таныстармен ұрысып қалу. И сол не вовремя ана қыз маған жазып қалды и маған қарай жаман сөздер басталды, негативтер. А мен оны көтере алмаймын. Именно отбасы жағынан, либо мен өзім жақын адамдарыма кетсе ондай сөздер, мен аямаймын ол адамды. И ол қыз екеуміз кездесе алмай жүрдік бір кезде. И мен документімді алатын кезде ол қыз жүр екен, екі подружкам қасымда, ана тура кинодағыдай ғой. Иә. Ортасында сіз бітіп келіп жатсыз. Кинодағыдай қыздар жүр былай. Қасымда жүрді. И бір кезде ана қыз екеумізді жүр сыртқа шығып, әңгімелесіп қайтайық деймін ғой. Сөйтіп екеуміз тура мектептің алдында, камера артымызда, оған мән бермейміз. Тұрамыз, сөйлесіп тұрамыз. Еще мен андай бір не тұрады, андай не деуші еді? Стол бақат тұрады да. Иә. Ана қыз қасында тұр. И мен анда былай тұрамын ғой. И сөйлесем сөйтіп. Ал айта ғой әңгіменді деп. Сөйтіп әңгіме айтып жатырмыз. Бір кезде айтады ана қыз, сен аспаннан жерге түс дейді ғой маған. Примерно сөйтіп айтады. Қазір есімде жоқ қатты. И мен болды аламда ана шашына былай артқа қарай жұлам, ол былай кетеді ғой енді. Артқа қарай тартам, ол менікін тартуға былай талпынады, ол тартамайды, потому что оны тартып тастайдым ғой. Сөйтеміз де екеуміз жерге домалап, құлаймыз, жыртып жатырық, тырнақпен тырнамалап жатырық, әйтеуір жұлысып жатырық. Бір кезде мен екі подругам жүгіріп келеді да, ажыратып жатыр. Арасында теуіп қойды ана қызды ше, ұрып шашынан сәл тартып қойды, сөйтіп босатты. Сөйтіп артынан тағы зауыч келеді, инспектор келеді. Сонымен алады да бізді ажыратады, әрең ажыратты, шынымен де. Ана қыздың бетін көрсеңіздер ғой, өзім кешірім сұраймын деп па? Жоқ, кешірім сұраймын деп. Кегім бар десің, мені жазуды қажет жоқ деп. Өзі соған не істеді енді? Итермеледі, иә. Сөйтіп беті қан болды. Көзі қызарып кеткен.
қолымызда шаш мына жеріміздің бәрі шаш. Сөйтіп мамасы келеді шақырады, мен мамам шақырады, мама вообще в шоке, мама вообще ондай нәрсені түсінбейді ғой, білмеген ғой. Ешқашан мектепке шақырмаған, мені оқуым жақсы болған, жақсы оқыған мен. Ешқашан 3-2 деген нәрсе болмаған менде. Потом тәрбие жағынан да өте жақсы адам етінмін деп па. Сөйтіп тәрбие жағынан да жақсы етінмін. Сөйтіп бір кезде мама звондайды, қызыңызда мынандай нәрсе болды, төбелесті қызыңыз дейді. Мама, дейді. Болды, келді мама, жүгіріп келді, шоке, қызым не болды саған, ондай жоқ еді ғой, мынау сені ұрған дейді ғой. Ана қызға жабылады мама. Енді, конечно, әр ата-ана өзінің баласына жақтасады ғой, қанша жерден кінәлі болып жатса да, қанша жерден біреуді өлтіріп қойса да, сондай ғой негізі. Сөйтіп мама айтады, мен қызым емес, менің қызым жақсы, менің қызым ондай конфликт болмаған деп қойды. Сөйтіп әйтеуір шешеміз бір бәлені. Сөйтіп камерадан қарайды. Камерада столып тұрғаннан кейін көрінбей қалған ғой. Кім бірінші бастағаны ше. Әдемі. Кім бастағаны көрінбей қалады, алады да айтады ғой. Болды, сен қыз, болды, басқа мектепке көшіңдер дейді. Қуып жібереді бізді. Документтерін қазір жинаңдар, болды, сендерді келесі рет осы жерде көрмейін дейді. Сөйтеді, қуып жібереді, болды. Мен как раз сол кезде документін жинап жатқанмын ғой, 125 деген мектебіме. Иә, сөйтіп как раз деген соң ғой, документін жинадым да кеттім ана. Сода бойдағы бір эмоция шықты ма, негатив? 11 жыл бойы сақтап келе жатқан негативім парс етіп шықты. Қызық жағдай екен. Бірақ одан кейін болған жоқ төбелес. Кинода ғана болды. Иә, негізі қыздардың төбелескені жақсы емес. Просто жаңа таныстыру кезінде мен айтып кеткеннен кейін жалпы бір қозғап жіберген. Иә, төбелеспейміз. Сөзбен шешеміз. Иә, ақылмен шешеміз. Менен бір сұрақ болсын. Киноның барысында жалпы 11-ші класстың түлектері, енді ол жерде 1998 жыл көрсетілген. Ол жерде емтихан айтылды. Ол жерде ұбт деген нәрсе жоқ, бірақ емтихан болды. И плюс грантқа деген бір талас, грантқа түсу деген ұмтылыс, Алматы болмаса да үлкен қалаға бару деген бір арман болды. Менің ойымша біздің көрермендеріміз ішінде 11-ші класстың оқушыларында да сондай бір даже көп қобалжу, уайым, қорқыныш болып жатыр деп ойлаймын. Сіз өзіңіздің осы шын өмірде болған қорқыныштарыңызбен ұбт-ға дейін и ұбт кезіндегі қорқыныштарыңызбен бөліссеңіз. Менде қорқыныш қатты болды, өте қатты. Өйткені мен маманың жалғыз қызымын, маманың үмітін ақтау керекпін. Тура кинодағыдай ғой. Маманы былай алақандай ұстап көтеріп, мен кәдімгідей жеткізу керекпін деген сияқты ойлар болды. Потом туысқандар не дейді? Мамаға туысқандар енді жақсы сөз айтып, сен қызым молодец деп мақтау деген сөз керек қой, әрине бәріне. Сондай нәрсеге жеткізейін деп кәдімгідей талпынамын негізі. Бірақ енді ойымнан шықпағаннан кейін андай видеолар көремін. TikTok ол кезде көбейіп кетті. Именно сол моментте енді тапсырайын деп жатқан кезде YouTube, TikTok деген желісінде андай маманың үмітін ақтау, ентіді төмен алып қалады, оның алдындағы түлектерші, и мамалар ренжиді, жылайды деген сияқты. Сен мынандай қызсың, неге сен ана жұрттың баласын қарашы, қанша алды, қандай оқуға түсті, грантқа түсті, сен мынау жүрсің деген сияқты сондай көп. Мен рекке шыға беретін. И мен де ойлаймын, мама қазір маған үміт артып жатыр, мен қазір ентіден төмен алып қалсам не істеймін деген сияқты көп қобалжу болды. Жылап та алдым. Сосын бір кезде мамамен ақырын сөйлесем, мам, осындай жағдай, мен қиналып жатырмын, маған химия қиын, егер мен ентіден төмен алып қалсам, үмітіңізді ақтай алмай қалсам, ренжімейсіз ба? Білем, ренжейсіз, бірақ енді қатты ренжімеуге тырысыңызшы дедім. Үмітіңізді ақтай алмай қалған кезде дедім. Мама алды да отырды. Жаным, мама Акөс дейді мені. Акөс, жаным сол, уайымдама. Оқуға түспей қаласың ба, мен сені өзім оқуға түсіріп жіберем. Грант болсын, платный болсын, әйтеуір бір бәле қылып түсірем деді. Либо өзің жолын таңдап кетесің деді. Сосын мен айттым, мама айтып жатыр, андай, главное сынып қалмашы деді. Ештеңе кетпейді, бәрібір жұрт анау туысқандарға да мән бермейді. Не десе де ой десін деді да. Главное, не істей қалмашы деді, құлақ қалмашы деді, сынба деді. Жылама, ешқашан көз жасыңды түсірме. Грант, ол не ол енді бір өтседі да кетіп қалады, ол өмірін шешпейді ғой нәрсе деді. Онымен өмірін тоқтап қалмайды деді. Сонымен главное, сен тырысып жатсың, мен көріп жатырмын. Ты пытаешься, сен мен үмітін ақтағың келеді, бірақ андай қиналып жатқанды көремін сен дейді. Қатты қинама өзіңді деді. Нагружать етпе, желаниең бар ма, оқы.
но не надо деді, қатты өзін қинама, сабақ деп тіреліп қалма деді. Еркін өмір сүр, осы моментті пайдалан, кәдімгідей еркін жүре бер деді. Сөйтіп енді тапсырам, балымды мамаға айтам, грант мама примерно бар деймін ғой. Мама, шүкір жаным, аз болса да мен қуанатын едім деді. Главное, осы ситуацияны өттің сен дейді да. Сонымен жылаймыз екеуміз құшақтап, сондай андай поддержка деген масқара болды енді ше. Сол поддержканың арқасында ғой, осы биохимға түстім ғой. Маманы үмітін ақтайын деп до конца бардым ғой. Ал енді мынау қызық айтайыншы. Айтшы. Сол жерге қалатыр бізге. 3-4 курс оқып жатырмын ғой. Бір кезде мамаға звондаймын ғой. Қайттан осындай ситуация ғой менде. Мам, что-то маған қиын болып жатыр. Шынымен менде депрессия болып жатыр қайттан. Мен болмай жатыр. Кішкене көмектесіңші, не істесем болады, қандай путь таңдасам болады, мынандай ұсыныстар түсіп жатыр. Ол кезде как раз киноға главный рөлге шақырып жатқан мені. Осындай рөлдер түсіп жатыр, не істейін, мен қатты хочу, не істейін, айтыңызшы, екі жақты аламайсың ғой. Иә, андай ғой, екі қайықты, не деуші еді? Екі қайықтың ұшын ұстаған суға батыр. Батып кетеді деп, иә. Соны мама айтады, біреуін таңда дейді. Мен басталам, білейін, өнер жолы мама қиын деді. Нау бірақ жыл қалды. Бірақ жылымды бітіріп, дальше кетейін ба деп ойладым. Сөйтіп, мамамен енді әңгімелесеміз, мама айтады маған, Акось, жүрек не қалап тұр дейді. Қайғы жақта сен өзіңді бақытты сезінесің деді. Мен мамаға айттым, мама, ренжімейсіз ба? Маған шынымен де өнер жағы жақын дедім. Мама айтты, хорошо, өз деген типа ұмтылу керек деді. Акось, хорошо, мен сенің айтқанмен келсем, мен сені всегда поддерживать етем. Мен саған кеңес айтам, мен саған поддерживать етіп өзім ақылымды айтам, бірақ сен өз шешімді өзің істейсің дальше. Потому что өзің сүретін өзіңсің, өміріңді өзің сүресің. Мен сенімен өмір бақи кетпеймін деді. Ары қарай кететін сен дегеннен кейін мен уже айттым ғой. Мам, мұнда оқуымды тастасам қалай қарай істеймін. Мама кішкене шоке болды. Ешкім күтпеді енді 3 жыл оқуға. Сол ғой, мама деп қалды, ау деді тағы. Осындай жағдай болып жатыр, шынымен де қиналып жатырмын мен қатты. Мама білмейді ғой көз жасы енді. Скрывать етесің мамадан көп нәрсені, депрессия болсаң да скрывать етесің, енді мамаға жаман нәрсені көрсетпейсің ғой, жақсы жақтарын көрсетесің. Сөйтіп мамаға уже сол кезде ішімдегінің бәрін ақтарам ғой. Осындай болды, осындай істедім, қиналдым қатты дейді. Мама уже түсінеді, что Аделина все, мақұл, доғар осыны деді. Сен өзіңді алдап жүрсің. Мен сен уже доказать етіп қойдың өзіңді, қай жерге дейін баратынды деді. Әлі де доказать етесің деді. Мен соған сендім, мен саған вообще сенем деді. Мен саған главный жолыңды аштым, все, кете бер деді ғой. Сөйтем да оқуыма академ алам ғой. Иә, деканға барып айтам, осындай жағдай болды деп. Сөйтіп бір кезде мама ойлады, мама қорықты, білейін, если өнер жолына барсам құлап қаламын деп. Оқуды сразу тастап, болды, жолым жабылып қалатын сияқты көрінді да маған да. Білейін, не істесем болады деген мандраждар көп болды. Кином главный рөлімді түсіріп қойдым ол кезде. Уже премьера басталады. Дайындалам премьераға. Сосын бір кезде ұсыныстар түседі ғой. Тақ әр жерден. Еще өзімнің продюсеріме рахмет, көп алғыс айтам. Сол кісі ғой мені көтеріп жатыр, кәдімгідей көтеріп жатыр. Соның арқасында қазір енді жаймен бір қадамдарды басып жатырмын. Сосын мама кеше премьераға келді, жақында премьера болды. Жылады ғой, жаным сол. Хорошо, что мен саған сендім. Сен мен үмітімді до того уже асып баратсың дейді ғой. Одан да асасың деді. Мен саған сенем, ары қарай да әлі табыстарға жетесің деді. Қандай жағдай болмасын, құлақ қалсаң да, бір дұрыс емес болып жатса да, қолдайым, қасында болам, әрдайым қасында болам деді. Сөйтіп мама айтады, кішкене уақыт өтеді, премьерадан кейін уақыт өтеді, 1 апта ма, 2 апта өтеді. Мама жылап, маған қайттан звондайды ғой. Жылай береді мама. Көңіл босап кеткен ғой. Сөйтіп мама жылайды, сөйтіп қызым, мен қатты саған қуанам, осындай дәрежеге жетіп жатсың. Хорошо, что сен ақылың бар осындай деп кәдімгідей айтады. Жүрегіме қатты батып кетті. Сосын мама айтады, мен күшті моментте жүрмін қазір. Прям менің нем сияқты болып жатыр дейді, андай кезім дейді, андай бақытты болу кезім болып жатқан сияқты дейді. И мен мамаға қараймын, мама қойыңызшы, бәрі сіз үшін, мен өзім де үшін деймін. Сондай болады.
сөйтіп шынымен де сосын мамаға айтамын ғой, мама өкінбейсіз ба мен оқу тастағаныма деймін ғой. Мама айтады, жаным ештеңкеге өкінбеймін дейді. Главное сен бар қасымда болсам болды, бақытты болып жүрсем болды, өзің таңдауың ба, главное сол болды деді ол. Сонымен қуанып қалдым ғой, мәссаған дедім. Мне кажется, Костя андай самый трогательный моментпен бөліскен сияқты бізге. Негізі өте маңызды ше, негізі кім өте дұрыс не жасаған ше, анау 10 классқа келген кезде ата анасын айтқан ғой бұл ше барып. Вот бізде оқушылардың ең главный ошибкасы сол ше, негізі айтпайды ше. Маған айтады, ағай осындай қиналып кеттім, короче өзін ертең там курсқа қатысып жүр ғой, енді курсқа қатысып жүрмін, ақша төлейді, не істейді, соған өзін кінәлі сезінеді ше. Ол ертең грант алмай қалсам бекерге мені оқытты ғой деген сияқты анау соларды қатты қинайды ше. Мен айтамын да, сен қорықпашы деймін да, сен тек қана ұбт-мен өмір өтіп қалмайды ғой деймін да, одан басқа негізі мүмкіндіктер өте көп деп айтамын да. Сен лучше бар да, тура жаңағы сен жағдайың сияқты ата анаңмен сөйлес деймін ше. Как она есть айт деп жатырмын, бірақ ештеңе ойыңа ештеңе қоспа деймін ше. Өтірік ештеңе, не сезініп тұрсың, соны айт деймін ше. Ашық айтшы, болды. Ол саған сен басыңнан ұрып кет бар деп айтпайды деймін да. Ол точно сені жақсы көретінін айтады, сені қолдайтынын айтады, сен аман болсаң болды деп айтады деймін да. Вот сол момент өте маңызды ше. Да? Екі сол лайфхакты естідім сіз қазір қорытындылап берген кезде. Бірінші сол, яғни кез келген переживанияңды, уайымыңды өміріңдегі ең маңызды адамдар ата-анаңмен бөлісу. Бірақ ата-ана сенен де қатты уайымдап жатыр да. Просто ата-ана оған келіп көрсетпейді, сақтап жүре береді да, ұрсып сабағыңды оқысай, қарамайсың ба, неғып балың көтерілмей жатыр дегенде айтады. Бірақ олар сендерден де қатты уайымдап жатыр, потому что олар сендерді реально жақсы көреді. Еще сен қандай бал жинасаң да, ол сені жақсы көре береді. Ол сені бір ұбт тапсырып грантқа түсіру үшін ғана жақсы көрмейді, или сол үшін дүниеге алып келмеген, ол сен просто бала болған үшін жақсы көреді. Екінші момент, мне кажется, бұл айтып берген историятын ата-аналар да үлгі алатын сияқты. Балаларына какие айтсын я. Сөйлесу керек қой. Осы моментін ата-аналарға көрсетіңіздерші просто. Біз даже бүйтіп қойсақ болатындай, рилсқа қырқып бар ғой, именно ата-ананың не қылған жерім бар ғой. Почему? Потому что ата-аналар сіздердің балаларыңыз реально үлкен стресста. Олар уайымдап жатыр. Өмірінде бұндай стресс болмаған, бұндай кортизол өмірінде бөлінбеген шығар. Осы жерде бір-ақ ауыз сөздеріңіз. Міне Акосияның жағдайында мен саған сенемін. Кез келген бала осы сөз естігісі келеді. Мен саған сенемін. Не таңдасаң да, қанша жинасаң да, қандай оқуға түссең де, қай қалаға түссең де, мен саған сенемін деген сөзді естігісі келеді. Любой бала менің ойымша. Мен де естігім келген. Бірақ мен 12-ші бала болғаннан кейін мені ойынды тапсыратын білмегенде мамам. Жалғастырып кете салайын, жаңа айтып жатырмыз ғой, мүмкіндіктер деп айтып жатырмыз ғой негізі. Мүмкіндіктерді көре алу керек ше негізі, өйткені ұбт-мен өмір бітіп қалмайды деп айтамыз. Бірақ оқушы оны білмейді ше негізі. Мүмкіндіктердің қандай мүмкіндік бар екен. Негізі біз білетін негізі жалпы конкурс қана біледі ше, көп оқушы. А так одан бөлек негізі 10 түрлі гранттың түрі бар ше негізі. Сен естімеген болуы мүмкінсің. Вот. Соны биыл мен қолға қалсам ба деп жатырмын. Именно 10 түрлі грантты көрсетіп беріп оқушыларға өмір бітіп қалған жоқ, короче. Мынаған ұқсамадың ба? Мынаны көр. Оған ұқсамады, мынаны көр деген сияқты бір жолдары бар ше негізі. Вот сондай нәрселер болды. Осы жазда мен көз алдымда өтті. Бізде Дамир деген оқушы болды. Қаңтар ұбт-дан ең аз балл алды. Біз андай реалити шоу жасадық ше оқушылармен. Давайте қаңтар ұбт-да кім ең аз балл алды? Маған келіңдер. Біз сіздің 2 айдың ішінде 30+ алдырамыз дедік та химиядан. Сөйтіп жасадық, 5 оқушы таңдап алдық негізі, 5 оқушы таңдап алдық та. Соның до конца барып көрсін, мен үй жұмысын беремін, үй жұмысын міндетті түрде орындайсың. Орындамадың ба, сразу шығарып тастайын дедім да. Еще тегін. Еще мен айттым, до конца кім барады? Мен соған 100 000 теңге беремін дедім. Әрқайсыңа дедім еще. Сөйтіп та, короче, 5 оқушының 4-еуі шығып кетеді ғой. Жаңағы Дамир деген оқушы до конца барады да. И 2 ұбт-да да именно химиясынан 30-дан 30 алады ғой. Я біріншіден 30 алады, екіншіден 30 алады. Біз уәдемізде тұрдық ше негізі. Общий там 100 балл алды да, сол бала жалпы конкурспен негізі грантқа түсті. Бірақ ол мен оған көрсетіп бердім, тағы да мүмкіндіктер бар екен ше, айттым, мынандай тапсырсаң грантқа түсесің да, сөйтті да ол екінші мүмкіндікті қолданып стоматология грантқа түсіп кетті. 100 балл стоматология. Ол арман ғой стоматология, химия, биологияда. Күшті ғой, блин, сондай возможность бер. Менде неге ол кезде болмады деп па? Сіз потому что актриса болатын едіңіз, по-любому біреудің орнын алып алар едіңіз грантта. Мен білесіз бе, еще стоматолог болғым келген ғой. Мен стоматологиядан қорықпаймын, мүлдем. Жақсы көрем. Сол үшін мен вообще жақсы көргеннен стоматология проблема болмаған ғой менде. Система, керемет. Барайын десем, проблема жоқ.
бірақ атмосферасы ұнайды иә. Маған ұнайды. Күшті ғой, киіп алып жүреді ғой ше. Қыздар бүйтіп күшті ғой, ана мелкий жұмыстар деп. Маған иісі ұнайды, потом ана укол салған ұнайды. Білмеймін не үшін екенін. Классно. Жалпы Бәкеңнің сөзіне қатты қосыламын. Мүмкіндіктер негізінде өте көп. Мысалға, сіз осында үлкен киноға түсу үшін сізден бір диплом сұраған жоқ, дұрыс па? Даже актерский бір курс оқып кел деген жоқ. Шынайы өнеріңді көрсеттің, ерініп кеттің. Тура сол сияқты мысалға өнерге түсем деген адамдар тоже көрсе болады да. Өзіңе сенімді болу керек. Мен өзіме капец қатты сенімді болдым да, мен жарып шығамын, мен маман үмітін ақтаймын, дедім да, и өзіме де доказать етемін, что мен өнер адамы екенімді дедім да, сонымен ғой көрсетіп жібердім. Кастингтен өттім сол арқасында. Бір нәрсе, осы жерде мен осы күзде тағы бір ойландым ше. Көбісі енді үлкен қалалар ғой, Алматыға барады, Астанаға барады, сол жерге барған кезде негізі кейбіреулер жаман жолға түсіп кетеді негізі. Жаман жолға түсіп кетіп жатады ғой. Вот сол адамдарға мен айтқым келеді дегенде, олар енді көрмейді ғой басқа мүмкіндіктерді. Мысалы, даже андай нәрселерді білмейді да, олар жаман жолмен жүріп там ақша табуы мүмкін, нормально ақша табуы мүмкін, бірақ оны дұрыс жолмен де жүріп таба алады негізі. Мен айтамын, қарапайым ғана просто дизайнер болып, графический дизайнер, компьютер үйренген, оған бар жоқ бір ай уақыт кетеді негізі. Күнделікті оқып жүрдің, бір айдың ішінде үйреніп аласың. Еще оның зарплатасы бір компаниядан 250 теңге аласың да. Еще ол графический дизайнер, графикалық дизайнер деп айтады. Олар бір-ақ жерде істемейді ғой, 4-5 жерде істейді да, 1 миллион, там 1,5 миллион алады. Оған диплом керек емес. Одан бөлек мобилограф бар, SMM-щик бар, копирайтер бар, мүмкіндіктер өте көп. Даже грантқа түспегеннің өзінде сен кәдімгі диплом алған адамдар сияқты ақша таба аласың. Сен өзіңнің мүмкіндігіне просто сену керексің ғой. Дұрыс айтасың. Үйреніп аласың бір ақ айда. Қазір құдайға шүкір мамандықтар қырған. Сайтолог деген бар, сайт жасайсың мысалға ше. Там лидгин деген бар, лид генерат жасап бересің. Көп та. И оны үйрену де оңай. 4 жыл оқудың қажеті жоқ. Осы жерде просто біздің негізі рөліміз көп болу керек сияқты, әрекетіміз, осындай мүмкіндіктерді көбірек көрсету керек сияқты сезінемін да. Осы нәрседе жаңа айтты ғой, 10 түрлі грант бар, одан бөлек жаңағыдай өте аз уақыт өтсе грант маманның иесі болып шығасың ше. Осы нәрселерді мүмкін біз емес, басқалар да соны көрсетіп, білмеймін, көзін ашатын болса, мүмкін жақсы болатын шығар. Жаңа депрессияға неге түспейтін шығар деген ғой. Өйткені ұбт-ға кіріп жатқан кезде не ол адам қорқады ғой. Құлақ бассаң бітті дейді да, короче. Грантқа түсе алмаймын. Жоқ, ондай емес. Құлақ бассаң нормально. Сен білесің, что екінші мүмкіндік бар екен ше. Иә? Смело тапсырып шығасың ше. Вот сондай да. Сөйтіп кете бересің. Бірақ кез келген жерде андай сияқты. ұбт-да да, кастингта да адам қобалжымай сенімді кірсе, oradan удачно шығуы ықтимал жоғары сияқты. Жоғары, иә. Сенімділік көп нәрсе шешетін сияқты. Менде еще жақында емес, осы бір жыл бұрын права алуға ұмтылдым. Мен қатты машина айдағым келді. Сөйтсем де кәдімгідей оқимын. Потому что маған керек бол нәрсе. Қатты керек болғаннан кейін мен оқыдым сонда. Ынтамен болсын оқыдым. Сөйтіп бір кезде вождениені таптым адамдардың біреудің машинасын алып да мен паркингке тұрамын деп үйреніп өзіме ұнағаннан кейін шындай алу керек болғаннан кейін үйрендім, капец қатты үйрендім. Сөйтіп бір кезде сенімді болып барам, мен тапсырамын, мен права аламын деймін да. Сөйтіп барам, шынымен де өзіме сенімді болғанын прям жақсы көрсеткіш көрсетті да. Иә. Права алдым. Праваңыз бар ма? Бар. О, керемет. Соған андай сенімді болсаң, өзің дегеніне жетесің ғой. Сондай бәрі өз қолыңда. Керемет. Осы жерде бір сұрақ қойғым келіп отыр. Бір үлкен бір маңызды сұрақтардың бірі. Жеке сіздің ойыңыз қызық болып отыр. Кино басталған кезде Әсел ханымның ата-анасы дүниеден өткен, күйеуі тастап кеткен, бауыры шетелге жұмысқа кеткен, яғни жалғыз, жасы 40-тан асқан, былайша айтқанда өмірде успехқа жетпеген, яғни белгілі бір жетістікке жетпеген жалғыз әйел ретінде көрініп жатыр да. Енді жаңағы айтылған жағдайлардың бәрі кез келген адаммен болуы мүмкін, кез келген жағдайда. Жалпы сол кезде бір менде сұрақ туады, осындай жағдайға тап болмас үшін или тап болған кезде өз-өзін тастап қоймас үшін ата-аналар балаларына қандай тәрбие беру керек, немесе не беру керек деген нәрсе да. Потому что кез келген, мен де мысалға 3 балам бар, мен де уайымдаймын да. Сонда жағдай менің ұл қыздармен болып қалмасын деп. Андай қойса ше, не беріп үлгеру керек деген сұрақ дұрыс болады сияқты. Иә, қашан кететінімізді білмейміз ғой. Иә. Негізі ата-ана баламен сөйлесе білу керек қой. Бағанағыда айтқанда айналып келгенде сөйлесіп, кәдімгідей іште не бар, оны шығару керек, әңгімелесу керек, дос болу керек. Мамам жаста кісі.
сол подружка сияқты сөйлесемін. Мен вообще жан подругам жоқ негізі. Жалғыз подругам сол мама ғана и өзім ғана. Өз-өзіме сөйлесем, құдаймен сөйлесем дегендей, и мамамен сөйлесем. Мамаммен ақылдаса отырып шешімге келем. Мама просто ақылдарын айтады, мен ары қарай өзім жалғастыратын адаммын да. Араласу керек. Ата-ана баламен көп араласу керек. Поддержка, самое главное поддержка. Сенімді болу керек мамасына, бағана айтқандай тоже. Айналып келіп осыған келеді ғой, по-любому. Иә, потом қандай сұрақ қоясыз? Не беріп үлгеру керек ата-ана? Андай жағдайға түсіп қалмас үшін. Махаббат. Потом тағы не берсе десе. Ақша деп қойыңыз. Кедергі болмайды. Бір комнаталы квартира деп 2 комнаталы. Сол махаббатпен сол поддержка ғой. Самый главный сол. Қалғаны адам өзіне байланысты. Адам өз-өзін жасайтын өзі ғой. Мен, например, бізде мамам подругасы бар. Мама екеуі бірдей, мамасы қатал, бірақ оның сәл қаталырақ. Жігітпен жүрме, ананы істеме, ашық киінбе, боянба деп көп запрет айтады, өте көп запрет. Мама маған айтады, ақылын айтады. Акось, осындай қыздар бар. Ол несі андай жақсы жолға түсіп жатқан жоқ деп кәдімгі түсіндіреді, ақылды түрмен түсіндіреді. Ұрсып емес, ақылмен сөйлеседі. Осындай жақсы, егер істейтін болсаң, істе. Мен саған типа андай жоқ демеймін, өз еркін, өзінің өмірің ғой дейді. Мен енді қалай қабылдаймын? Мен, конечно, дұрыс шешімді қабылдаймын. Маған ол керек емес, ашық-шашық киіну керек емес. Маған андай қатты тонна жағып, или болмаса ішімдік ішу, ол маған керек емес. Мен өмір сүрген жақсы көремін. Маманың арқасында. Андай өмір сүрген сайын, білмеймін, қызық. Көп қуанышты нәрселер орын алады, қызық моменттер орын алады да, сол үшін өмір сүру маған күннен күнге қызықты болып бара жатыр. Вот, сол мамалардың арқасы ғой. Мне кажется, что мамасы Акосияның өмірге деген құштарлығын, өмірге деген махаббатын күшті қылып ашып берген сияқты. Иә, мама мен папаның махаббаты ғой сол. Махаббаты. Соның нәрседен осындай күшті туындылар дүниеге келіп жатқан сияқты. Рахмет. Сол үшін мына жерде ата-аналарға үлкен нәрсе, балаларыңыздың барлығы талантты, балаларыңыздың барлығы удачный, успешный. Бірақ олармен махаббатыңызды бөле білу керексіз. Махаббатты жүрегіңізде емес, оны тіліңізбен, сөйлесу арқылы, ісіңізбен, күнде айту арқылы жеткізу керек сияқты. Мен живой пример. И бұл жерде тоже не бар? Әр балаға негізі бөлек уақыт бөлу керек та. Бөлек уақыт бөлу, өйткені ол өзін андай жеке бөлек внимание берген кезде ғана өзін полноценный сезінеді. Өзі маған көңіл бөліп жатыр, мені жақсы көреді деген сияқты. Ал егер сен екеуін отырыс қойып екеуін айтсаң, мен сені жақсы көремін, сен ол түсінбеуі мүмкін. Ондай түсінбеймін ғой. Мен потом сен жалғызсың ғой. Барлық махаббат менде ғой. Повезло. Айтамын да, біреулерде 12 бала қалай көрген екен. Жоқ, маған бірақ ата-анамды айта аламын. Бізге жеке бөлген. Мысалға мен көп естігем. Мен әкемнен көп естігем, мамамнан көп естігем. Балам, сен де болашақта үлкен адам боласың, үлкен тұлға шығады сенен. Папам бір сөзі бар тұғын. Түсінбедім, бірақ соңына дейін, бірақ сол нәрсе көмек берген. Сенен бірдеңе шығады дейтін ше. Не шығады, қалай шығады, всегда ойланып жүрмін. Может, осы шыққан шығар деймін да. Бірақ сол сөзі алып шыққан да. Бірақ менің анам, мысалға, маған қатты көмек берген. И мамамның қызық жері, 12 бала болсақ та, әр қайсымызға индивидуальный подход қой. Әрқайсымыз әртүрліміз. Мен ашықпын, мен тұйық ағаларым бар, өз-өзімен жүретін, олармен бірдеңе қылып сөйлесіп алады ше. Анамен сөйлесіп алады. Сол жаңа сіз айтқан нәрсе сөйлесу деген өте маңызды екен. Мен қазір ойланып отырмын да, менің анамның андай сверхсиласы сол екен. Любой адаммен сөйлесіп, еще келінмен де ғой. Отырып әйтеуір баурап алады да, әйтеуір бәрін айтса да нөше. Келіні де бізде. Отношенияда да сол ғой, сөйлесе білу керек. Ақылдасып, жаймен, андай бір-біріміз ішінде не тұр, соны айтып беру керек. Бір-бірімен сол ғой, сөйлесу главный ғой нәрсе. Тағы бір нәрсе қосып сөйлейін, осы жерде жаңа кімнің, Аделинаның кейін 3-ші курсқа 2-ші курсқа барған кезде өзінің жолын таба алды ғой бұл. Вот сол таба алғанына бір әсер еткен нәрсе, ол, наверное, бұның Аделинаның мамасы, Ақбөпе апай, сол кісі не істеген? Сепарация жасаған ше негізі. Сепарация жасағанда, бұны бөлек жеке тұлға ретінде қарағанда, и бұл өзін жауапкершілік ала алғанда, и содан кейін бұл таңдау жасай алды ше. Ал бізде көп жаңағыдай балалар не істейді, ата-ана мен бала байлап қояды ше, бір-біріне ше, байланып тұрады да, байланып тұрады.
бізде бар ғой психология тоже жаңағы байлану деген нәрсе бар да ана меншіктеу байлану деген нәрсе бар да содан кейін бала енді байланып қалғаннан кейін ол өзі таңдау жасай алмайды ғой просто өзінің этаптары бар да просто оны жеке шығару керек бөлу керек деген сияқты соның нәрсенің бірі маған да қатты әсер еткен мен өзім жаңа 6 класстан кейін интернатқа өттім жаңа Шымкентте дарында оқығанмын сол кезде бізде сепарация болды ше реально өйткені мен бөлек кеттім ғой біз кәдімгідей аптасына 6 күн жаңа жатақханада жатып потом баратынбыз үйге кейде даже 1 айдан кейін баратынбыз кейде соны сөйтіп жүрдік ше 5 жыл жақта оқыдым мен кәдімгідей бөлек мен андай и сол нәрсе маған қатты әсер етті ше өйткені мен таңдаулардың бәрін өзім жасадым ше өйткені и сол әсер етті менің мама папам сұраймын мама папа осындай жарысқа қатысамын деп жатырмын қалай қарайсың десем енді өзің тыңдап көрсе өзің жүрегің не дейді сен не жасағың келеді соны жаса дейді да нені дұрыс деп ойлайсың соны жаса дейді да и ана сөзден кейін негізі реально бар ғой андай темекі шегіп там андай жаман ішімдіктер ішіп ондай нәрсе вообще жасамағанмын да қызық емес уже ана ата анаң уже саған сенеді да и сен ана өзің таңдау жаса деген кезде ойланасың ғой уже не таңдаймын мынаны таңдаймын мынаны таңдаймын деген сияқты вот сондай моменттерде наверное мүмкін кімге әсер еткен нәрсе ол сепарация деп ойлаймын сондықтан да ертең мысалы 15 жаста енді бала енді бөлек қала кетеді ғой мысалы астанаға кетеді или алматыға кетеді вот сол кезде мүмкін баласын андай қатты не істемеу керек сияқты андай контролировать етіп мамада ондай жоқ мама самостоятельная бол дейді сол 3-4 жыл мен жатақханада тұрдым тоже сол уақыт аралығында ойлана бастадым ғой сол ғой выживание ғой ол да былай қарап тұрсаңшы қалай тамақ істеп жейсің ше мысалы одан кейін жаңағы алматыға кетіп қалдық ол да бар ол да әсер етті и ол нәрсе де кейін мысалы отношениеге тоже әсер етті ше андай қатты бір не істемейсің ше уже байлану деген нәрсе жоқ та уже қиындау емес то есть мынандай сияқты егер ата ана баланы тыя беретін болса оған шекара қоя беретін болса немесе мынаны істе деген сайын бала наоборот сол нәрсеге ұмтылатын сияқты давай көрейін мен де ішіп көрейін мен де шегіп көрейін деп а когда жауапкершілік беріп и плюс оған сенемін деген нәрсе берсең ересектік тез келетін сияқты балаға бар ғой дұрыс өзіне беру керек та енді ұмытып кетпеу керек енді ойбай өзің біл деп мысалға қарап жүресің ба пәлем бірақ ойбай деп каждый шагы неғылып отырсаң бала бір ересек бола алмайтын сияқты андай вакуумда өмір сүріп қалады да бәрін жасап беретін және де адам өзіне де байланысты ғой негізі ол кішкентайлар түсінбейді ғой кішкентай кезінде жаймен өсіп бастағанда уже түсіне бастайсың адам өзіне байланысты қалай өзгеру например 2 ата ана бірдей болуы мүмкін да бірақ балалар 2 түрлі болуы мүмкін біреуі бұзық біреуі нормальный сол адам өзіне байланысты деп ойлаймын тоже супер мен бір сұрақ қояйыншы қоймайды дейді ма мен күшті сұрақтарды күшті қоямын негізі сұрақ шыға береді басында бізде енді қазір ұлттық бірыңғай подкасттың негізгі мақсаты біздің жас түлектерге көмектесу біз енді курспен көмектесіп жатырмыз нағыз білімді химия биологиядан нағыз білімді беріп жатырмыз бірақ бұдан қосалқы эмоционалдық жағдай психологиялық жағдай ол қатты әсер етеді ол кісілер қанша білімді болса да ана нәрсе бар ғой ұбт-да ол білімді адам көп жинамайды қобалжымаған бала көп жинайды дейді да вот бізде көбісі уайымдап жатыр особенно қазір қаңтар ұбт тапсырып болғаннан кейін қазір уже бір айдан кейін наурыз ұбт келеді қобалжу бар потому что олар өзі ойлағандай баға жинамауы мүмкін балл жинамауы мүмкін өздеріне деген сенімділік төмендеп кетуі мүмкін енді үлкен бір успех болмаса да енді осындай киноға түсіп соның қазір енді көрсетілім болып жатыр сіз танымал болып жатсыз осындай бір жетістікке жеткен кезде қазір ұбт тапсырайын деп жатқан біздің оқырмандарымызға қандай кеңес немесе бір мотивационный сөз деп айтсақ та болады бір қолдау сөз айта аласыз егер например биология химия ғой биология химия маман ретінде жақсы түсінсең кәдімгідей менде например болған жоқ мен вообще түсінбеймін егер сіздер түсініп сол бағытпен кетемін десеңіздер только сол путьпен жүріңіздер басқа ештеңеге қарамай қойыңыздар андай физмат дегендер ол вообще қарамай қойыңыздар басқа өнер жолын да қарамай қойыңыздар соған сенімдісіздер ма сол бойынша кетіңіздер главное өздеріңізге сенімді болыңыздар жүректеріңіз не қалайды соны таңдаңыздар бәрі өз қолдарыңызда өміріңіз өмір қысқа уақыттарыңызды жайдан жай бір бос телефон болсын бос нәрсеге кетірмеңіздер қазір телефонда көп информация көп қой негізі бағана сіз айтқандай не дейді не еді гранттың сол не деуші еді оны возможность қой мүмкіндіктер қазір өте көп қазір телефонның өзі мүмкіндік қой жақсы информациялар да бар соның уақытын соған құртыңыздар
тиімді пайдаланыңыздар, мамаларыңызбен, папаларыңызбен, енді жақын адамдарыңызбен бірге болып бағалап сол кісілерді, өздеріңіз де ақылға келіп, дұрыс жолға уже ұмтылып, андай арман мақсаттарыңызға жетулеріңізге кішкене план қойып сөйтіп бастаңыздар. А то просто так уақыт терять етпеңіздер. Күшті кеңес деп ойлаймын. Барлығы өз қолдарыңызда. Жұрттың сөзі маңызды емес, жұрттың сөзіне қарамаңыздар. Тікке қалай сенімсіздер ма, сенімді болып алдыға қарай ұмтыла беріңіздер. Вот айтарымыз. Осы жерде нәрсе айтайықшы. 5 сөз да, бірақ 5 сөз осы именно 11-ші класстың оқушыларына 5 сөз айта аласыз ба? Так. Бірінші сөз. Бірінші, бәрі өз қолында. Әрекет. Тағы не дейді? Сенімділік. Тағы екеуіңіз бір сөзден қосып жүрсеңіздер. Өзіңізге. Осы үшеуі главный. Және де андай ғой, не дейді? Еріншіктік емес, андай әрекет ол жататын шығар, иә? Еңбекқорлық дейді. Еңбекқорлық. Көмектесіңізші. Тоқтап қалмау, иә? Тоқтап қалмау, иә. Тоқтатпау, қайталай беру. Істей беру керек. Попытка. Күнде хотя бір әрекеттер жасап отырса, мүмкін жақсы болады. Потом не істеу керек қой еще. Қорықпау керек. Ештеңеден қорықпау керек. Қорықпай жүре беру керек. Не дейді андай, мынандай пословица бар ғой. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Сол сияқты. Тағы да біздің көрермендерге айта кететініміз, біздің алғашқы ютубта шығып жатқан подкастымыз ғой. Кім өте күшті комментарий жазады, біз арнайы бокс дайындап қойдық. Химия биология мектебінің атынан біз ең күшті комментарий жазған, ең андай ойын толық жазған оқушыларымызға бокс адрестарыңызға жібереміз. Ол бокстың ішінде сіздерге ұбт-ға қажетті, ұбт-ға дайындыққа қажетті нағыз керек заттардың барлығы болады. Даже Бауыржан ағайдың мотивационный бір письма жазып жібереміз. Өз қолымен жаздыртамыз. Күшті. Осы жерде мен тағы бір нәрсе қосқым келіп жатыр, жаңағы 6-шысы болсыншы. Кез келген істің максимально пайдалы болатындай жеткізу керек деп ойлаймын. Мысалы, сен врач болғың келсе, допустим, мысалы, айтар едім, көз дәрігер болғың келсе, сондайдың мықты көз дәрігер болу керек та. Біреулер ойлауы мүмкін, мысалы, көз дәрігерлер зарплатасы аз деуі мүмкін да, негізі. На самом деле ондай емес ше. Мен, допустим, 2020 жылы тоже біз Шымкентке бардық, сол кезде баламның құлағы ауырып қалды ше. Лорға бардық, короче. Лорға бардық. Жазылмақшы болды, заңдадық, короче. Лорға осындай баламыз ауырып жатыр. Қатты ауырып жатыр енді, құлағы кәдімгі. Бізде орын жоқ дейді, короче. 2 аптадан кейін келе аласың дейді. Мақұл, онда 2 аптадан кейін жазыл деді. Жазылдық. 2 апта күттік оны. Еще сағат 1-ден 30 кеткенде кіресің. Кешіксем вообще кіре алмайсың, короче. Сондай. 1-ден 30 кеткенде кірдік, 1-де 35 шықтық қой, 5 минутта кірдік та. 5 минуттың ішінде біздің артымызда очередь, менен кейін бізден кейінгілер тұр да, бізден алдындағылар тұр деген сияқты. Сол бір 5 минут кіргеннің өзі 5 минут теңге алу. Енді есептей бер. 1 сағатта 5 минуттан 12 сеанс бар да 1 сағатта. Примерно ауысым деген 1 сағатта. Что там? Мысалы, өзісінің маманы болсаң, сен всегда жоғары боласың ғой. Мамандығыңа байланысты емес, қоршаған ортаңа байланысты емес, сені бағалайтын болады, сені қадірлейтін болады. Сен просто топовый болу керексің ғой. Узкий нишада, я. Топ. Ең вот. Не только там өзінің қалаңда, ауданыңда, республикада емес, әлем бойынша ең мықты бол. Вот реально до конца кет. Сол кезде сені соншалықты көп ақша беруге дайын. Успех сода негізі. Сондай адамдар ғана негізі көбінесе сыйлы болады, негізі ортасында сыйлы болады. Оларды іздейді еще, бана мен сияқты, вот 2 апта күтесің еще. Бағалайды олар. Ақшасын бересің. Қазір еще мықтылардың бәрі бағалары қымбат қой, негізі былай қарап тұрсаң. Кіре алмайсың. 2 апта. Мен алдында бір естіген, биылға запись жоқ деген нәрселер естігем ше. Мәссаған. Не деген маман иесі болу керек деп ойлаймын да, сонда зато қол жетпесте ше, допустим. Сосын жақында мен әйелім босанды десем. Атын Сара қойдық. Вот соған естегіміз келді тұр, жаңағындай бір частный клиникаға бір неге тұрмақшы болдық. Тексереді ғой, 1 жасқа дейін ше, тексеріп жүреді, сонда неге тұрмақшы болдық та. И мықты бір дәрігер бар Алматыда, соған жазылмақшы болдық ше, негізі. Сөйтіп қарадық жаңағы несін. Ұсынады ғой бізге. Прайсын ше, прайсын. 4 прайс ұсынды, короче, 4 прайсында да жаңағы біздің доктор 1 рет қабылдайды ше, бәрінде. Қалғандарын басқалар тұр да. Сөйтіп енді барлығына өзі қабылдайтыны бар ма деп қарасам,
ол вообще қымбат қой, короче, ананың бағасы 2-3 есе қымбат, короче. Бастапқыданшы, примерно миллион теңге ғой, ойлашы. Сондай да. Сондай да. Мен бұл жерде просто айтқым келгені, кез келген істің маманы болу үшін идеальный болу керек, мықты болу керек, сол саланы зерттей беріңіздер, мықты маман болса. Мысалы, алдарыңызда Аделина отыр міне. Иә, бастап жатыр, Құдай қаласа. Иә, бізде Аделинаға шығармашылық табыстар тілейміз, Құдай қаласа. Бұл дебюті құтты болсын айтамыз. Иә, және де алдағы уақытта меніңше одан да үлкен экрандарда көреміз деп ойлаймын. Тағы да қойса ағылшынды оқып, иә, Голливудтың киноларында, шетелдің киноларында. Осылай біздің подкастымызға келе бер. Иә, жүргіземіз, иә. Дубайда десейші. Сізге үлкен рахмет. Осылай уақытыңызда бір айтып кетейік көрермендерге. Біз қазір сіз не жасап жүрсіз? Әр қалада іс-шара тур жасап жатыр. Яғни бәрі өз қолында киносын жарнамалау мақсатында. Бір қала мен екінші қаланың арасында жүріп, бізге уақыт бөліп келген үшін үлкен рахмет сізге. Біз оны қатты құрметтейміз, қатты сыйлаймыз. Вот, бұл біз сондай эксклюзивный алдындағы подкастты есептемегенде ең алғашқы подкастымыз ғой бізбен болып отыр еще. Сол үшін бір топовый нелердің бірі, подкасттардың бірі болады деген сенімдемін. Сенімдеміз, иә. Рахмет. Жаңа нәрсе ұмытып кетпесін көрермендеріміз, біздің комментарийға обязательно. Маған да комплимент жазып қойыңыздар. Сау болыңыздар, рахмет. Кстати, киносына обязательно барыңыздар. Келіңіздер. Сіздерге точно ұнайды. Біз уже үлгердік. Біздің командамызда барып қайтты. Барлығына ұнады. Сол үшін сіздерге де ұнайтынына сенеміз. Еще бұлар тығылып барған ғой. Біз айтпай барған ғой. Сол не бәріміз бірге баратын ақ қойды, сіздер өздеріңіз бара беріңіздер деп. Бұлар жылаған еще. Өздерінің 11-ші класстарын еске түсіріп. Күшті, рахмет көп. Алла разы болсын. Рахмет. Аумин. Сау болыңыздар. Десе. Онда осымен аяқтайық. Сау болыңыздар. Онда бір күшті қылып аяқтап жүрейік. Қалай аяқтаймыз? Подкастқа давайте. Не деп аяқтайық? Айтсаңыз, аяқ жағын бір бүйтіп вау деп бастадық па, енді вау деп аяқтап жүрейік. Нағыз опытыға санаулы күндер қалды. Сіздердің қолдарыңыздан келеді. Сіздерге сенеміз. Давайте сіздерге удачи. Әлі уақыттарыңыз көп, нормально жетеді. Давайте алға тез. Сәл шыдаңыздар. И все, дальше кайфуша или вообще қиын өмір басталады десеңдер. Шындық деп. Жоқ, бұдан бір өтсеңдер, кәдімгідей жеңіл күшті өмір басталады. Құрметті көрермендер, көп рахмет біздің подкастты соңына дейін көргендеріңіз үшін. Подкаст ұнады деген ойдамын, және де комментария міндетті түрде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Құдай қаласа бізде алдағы уақытта тағы да қонақтар шақыратын боламыз. Қызықты қонақтар болады. Сондықтан да келесіде кімді көргілеріңіз келеді, соны тоже комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Көп рахмет. Бүгінгі сізге де рахмет, шақырғандарыңызға көп рахмет, өте қуаныштымын. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Тық қосын ғой.